Сәлеметсіздер ме, балалар? Сауат ашу сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар мәтін. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып оған ат қою. Жазу жолын жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету. Тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерді қолдана отырып, үлгі бойынша шағын мәтін құрап жазамыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. 40-шы беттегі бірінші жаттауға назар аударайық. Берілген мәтінді толық түсініп, барлығымыз оқып шығайық. Уыз деген не? Сен білесің бе? Ол жаңа туған малдың, сиыр, қой, ешкі түйенің алғашқы сүті. Ол өзі қою, тәтті болады. Сиырдың уызынан уыз көже жасап, бүкіл көршілерді шақырады. Малдың төлдері уызға әбден тойуы керек. Уызына тоймаған төл жүдеу болады. Сондықтан да үлкендер мал төлін әбден емізіп, уызына тойдырады. Балалар, мәтінді толық түсініп оқып шықсақ, берілген сұрақтарға жауап берейік. Мәтінде неше сөйлем бар? 7. Дұрыс айтасыңдар. Мәтін не туралы айтылған? Әрине, мәтін уыз туралы айтылған. Бұл сөйлемдерге ат қоюға бола ма? Болса, ат қойып көрейік. Мәтіндегі сөйлемдерге жеке-жеке ат қоюға болмайды. Айтылған ойымызды толықтыру үшін Әли мен Мерейдің диалогына назар аударайық. Кез келген сөйлемге ат қоюға болмайды. Сөйлемдердің бәріне ортақ бір ат қойылады. Себебі сөйлемдер өзара мағынасы жағынан байланыста болса ғана оларға ат қойылады. Сонымен мәтін деген не? Енді мәтін туралы толық түсінік алу үшін бейне көрсетілімге назар аударып, мұқият тыңдайық. Енді біз онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыз десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқым келген ойды жеткізу қиын. Қыз келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыз келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарай, мәтін туралы түсінігің бар екен. Сенің қандай тақырыпқа мәтін құрастыруың керек? Тақырып дейсіз бе? Иә, мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни тақырып деген мәтіннің атауы. Дәптермен жұмыс. Екінші жаттауды көркем етіп жазамыз. Уыз жаңа туған малдың сүті. Ол қою, тәтті болады. Уыз туралы толық білгілерің келе ме? Ендеше, уыз туралы бейне көрсетілімге назар аударып, мұқият тыңдайық. Бағдарламасына өзіміздің күнделікті әрбір отбасыда таңсық ас болып есептелінетін ерте көктемде мал төлдегендегі ең алғашқы сүті уызды дайындап келіп отырмыз. Ол уыз көженің жасалу жолын қазір айтып өтем. Ең алғаш көктемде мал төлдеген кезде төлдің бойына ең бірінші уыз сүті жиналады. Уыз жалпы екіге бөлінеді. Алғашқы уызы ащы уыз, одан кейінгісі сары уыз деп аталады. Менің қолымдағы мынау қатырған уыз, Бәйдібек ауданынан осы уызды алдырып отырмыз. Ащы уызын осында арнайы бағдарлама үшін дайындап әкелдік. Ең алғаш мал төлдеген кезде, яғни сиыр бұзаулаған кезде, қозы қоздаған кезде, ең бірінші желіне жиналатын ащы уызды алдымен төлдің өзіне береді. Төл уызға тойып әбден қарны қампайғаннан кейін, соңғы жаңағы желінде қалған ащы уызды сарқып сауып алады. Ол ащы уызды сарқып сауып алмаса да, себебі желінде қатып қалса, кейін сыңар емшек болып қалады деп жатады біздің қазақта.
Сол ащы уыздан осындай қатырған уызды дайындаймыз. Балалар, бейне көрсетілімді мұқият тыңдасақ, менің сендерге тапсырмам бар. Сөйлемді толықтыру үшін тиісті сөзді тауып қоямыз. Малдың алғашқы сүті уыз, әлде шұбат па? Кәне балалар, ойланып көрейікші. Дұрыс. Малдың алғашқы сүті уыз. Уызды төлге береді алғашқы әлде сары? Дұрыс. Алғашқы уызды төлге береді. Сары уыз қою болады. Ащы әлде тәтті? Дұрыс айтасыңдар балалар, тәтті. Сары уыз тәтті болады. Есімізде сақтаймыз. Мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Шашу ойынын ойнаймыз. Алдарыңда сөз, сөйлем, мәтін берілген. Қайсы сөз, қайсы сөйлем, қайсы мәтін? Кәне балалар, ойланып көрейікші. Қаймақ, бұл сөз. Анам құрт дайындады. Бұл сөйлем. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бауырсақ, қуырдақ, құрт, қаймақ ұлттық тағамдар. Олар адамға пайдалы. Бұл мәтін. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі мәтін туралы не ұқтық? Мәтінге байланысты негізгі ұғымдарды еске түсіріп айтамыз. Кәне балалар, ойланып көрейікші. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтін екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Мәтіндегі сөйлемдер мағына жағынан өзара байланысады. Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Енді үйге тапсырмалайық. Сүгірет бойынша әңгіме құрастырып жазып, құрған әңгімелерімізге ат қоямыз. Және де бүгінгі өтілген мәтін туралы ережені мұқият қайталап жаттап келеміз. Бүгінгі мәтін туралы сабағымызды аяқтаймыз.